Армысыздар, құрметті қазақстандықтар. Міне жемқорлыққа қарсы агенттігінің алдына шығып тұрмыз. Талдықорған жұртшылығын алдап келдік пе? Не болды өзі? 6 айдан бұрын, міне біраз уақыт болып қалды енді. Жылда бітіп, келесі жылға ауып кеттік әуелі. Мына заңсыз пәтерлерді қайтару жөнінде, е? По возврату незаконно выданных квартир дейміз ғой. Баталов мырзаның кезінде беріліп кеткен заңсыз пәтерлерді әлі қайтарамай жүрміз ғой. Соның кезінде талтаңдап албаған шенеуніктеріміз күні бүгінге шейін әлі талтаңдап бере алмай жүр, бергісі келмейді. Менің көзімді құртуға әрекет жасайды, бірақ ана дүниені бергісі келмейді. Мен тергеу кезінде мен тергеу өткен бәрі басымыздан білесіздер ғой. Сол кезде мен ана кінәмді мойындамаймын, себебі оны мен жасамадым ғой. Сол кезде УБОП дейді, ол кезде сондай службаның бастығы Меркулов деген азамат әлі де тірі жүр. Осы кәдімгі бір мықты бір қызметтің басын тауып отырған шығар әзір. Меркулов Рүстем деген азамат ұрып соғып жатып, жаңағы мені кінәңді мойында деп жатқан кезде бір сөз айтқан еді. Искаква тебе последнее китайское предупреждение деп ше. Сол сөз әлі күнге шейін құлағымнан кетпейді. Сол сөзді енді ондай сөздер мен жалпы ұнатпаймын. Жаргон деген мына лапс сөздерді ұнатпаймын, бірақ көптеген шенеуніктер соны айтуға мәжбүрлетеді. Енді Талдықорған қаласының әкімі Масабаев мырза, біз енді айттық, халыққа сол үйді қайтарып береміз заңсыз дүние. Неге қайтарамай жатырмыз? Исабаев мырза, неге қайтарамай жатырмыз біз сол дүниені? Неге атын атап алдық та, түсін түстеп алдық та, неге қайтарамай жатырмыз? Енді осы соңғы деп айтайықшы, жаңағы Меркулов мырзаның сөзін қайталайыншы, это последнее китайское предупреждение деп айтайықшы. Соңғы сіздерге мәжбүрмін енді сөйтіп айтуға, е? Мына дүниені артқа қайтарайықшы, өкіметтікі ғой, менікі емес. Өкіметтің дүниесі шынайы мұқтаж адамдарға сол үйлерді, пәтерлерді қайтарайықшы. 1000-нан аса пәтердің күні бүгінге 100-ден аса, 200-ден асасы ғана заң түрінде қайтты да қалғаны қайтпады ғой. 800 мұқтаж адам алса жақсы емес пе? Енді мен халықты жинап, сол халыққа сол тізімді жекелей беріп, сіздердің үйлеріңізді осы адамдар заңсыз албаған деп солардың қолына беріп, народный суд дейді ғой, халықтың сотына жүгініп қоярмыз. Мүмкін сіздердің қолдарыңыз келмейтін шығар. Органдардың қолынан келмей жатыр, себебі өздері сол пәтерлерде тұрып жатыр. Менің артымды аңдып, күні күнге шейін маған қоқан-лоқы көрсетіп, мені өлтірем деп, басқасы анау, бинау сөздерді айтқанша сол заңсыз пәтерлерді орнына қойыңыздаршы, айналып кетейіндер. Өкіметтің дүниесі ғой, менікі емес. Неге сіздердің жандарыңыз ашымайды сол заңсыз пәтерлерге, соны орнына қойайықшы, шын мұқтаж адамдар алсыншы. Мен енді ол қылмысқа кінәлі болсам, қай жерде бір өзімнің қолыммен жасалған қандай да бір қателік болатын болса, соны мен тағдырыммен, мына мойныммен ерке құсап жауап беріп шыққанмын. Бірақ дегенмен енді заңсыз дүние неге орнына қайтпай жатыр? Неге күні бүгінге шейін сотқа берілген үйлер әлі орында тұр? Неге сол шенеуніктеріміз сол үйлерде жүр? Енді күнделікті біздің каналда сол шенеуніктердің атын атаймыз да, сол кезегі келіп тұрған азаматтардың орнына қайсысы алу керек еді, бірақ шенеуніктер заңсыз алып кеткенін айтып отырып, сол үйлерді халықпен қосып, халық өзі шығарып, өзі қайтармаса болмайтын көрінеді. Бірақ бұл менің осы әңгімемді ертең правоохранительный блок дейді ғой, олар жаңа призыв деп, басқа деп табады олар, жаңа провокациялық жаңағы. Бірақ бұл жерде ол біреуге келсен соғысайық, біз халықты төңкеріп тастайық, шенеуніктерді бүйтіп тастайық деген әңгіме жоқ, айналып кетейіндер. Заңсыз пәтерлерді орнына қойыңыздаршы. Бұл соңғы ескерту болсыншы сіздерге. Масабаев мырза, қолыңыздан келмесе, сіз маған айтыңыз, Дина Балқашқызы менің қолымнан заңсыз пәтерлерді қайтару келмей жатыр. Себебі анау маған қыспақ көрсетеді, болмаса анау қайтармай жатыр десеңіз, онда біз басқа бір әрекеттерге, одан да жоғары лауазымды тұлғалар бар ғой. Осы бағытта жұмыс жасайтын тұлғалар бар. Сондықтан Масабаев мырза, қолыңыздан келмесе айта қойыңыз, онда біз жасайық.